Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бізде көптен бері бұл каналда видео шықпай кетті. Бұл каналды негізі ашу мақсаты мен сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыру үшін ашқан болатын. Бүгін біздің керемет сіздердің көптен күткен тақырыптарыңыз ол бізде ФБО тақырыбы. Хабарласып тұр, білесің мекен жайымды. Можем потревожить весь ағайынды. Біздің ФБО тақырыбына біз арнайы бір персонаж шақырдық. Есімі Жасарал. Ассалаумағалейкум. Есімі Жасарал. Бұл уже действующий селлер. Бұған дейін ФБО-ға да, ФБС-пен жақсы айналысып жүр. Бүгін біз полный процесс көрсететін боламыз. Товарды қаяқтан аламыз, қалай жібереміз деген сияқты. Жасарал, вообще ФБО-ға неше рет жіберейін деп жатсың? Қазіргі таңда 3-ші рет жіберіп жатырмыз. 3-ші рет, иә? Бүгін 3 рет. Нишаны көрсетеміз ба? Көрсетейік? Көрсете берейік. Барлығы қызық болсын енді. Қызық контент. Өзіңде бір ниша бар, жіберетін. Плюс мен бір ниша таңдап берейін. Болды. Чтобы тағы да өтетін, барлығын дәлелдеу үшін. Қазір енді план құрып алайық. Бірінші очередь не істейміз? Так, ақша шешіп аламыз. Ақша шешіп алайық. Базарда барлығы білесіздер, наличка сұрайды. Одан кейін уже поставщиктармен келісетін боламыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Запуск, старт, ракета. Бомба атомная. Обратно Пушкина жібердік па? Видео екі частьтен тұратын болады, возможно, ұзын болып кетуі мүмкін. Барахолка келген кезде сразу наличка алыңыздар, өйткені барахолкада продавецтер налог төлегісі келмейді. Если Каспимен, QR-мен қабылдайтын болса 3% налог төлеу керек болады. Наличкаға төлемей сөйтіп қашып жүрген нелер бар. Сіздерге лайфхак, сразу дайындалып келу керек па? Очередь болады, банкоматта ақша болмай қалады дегендер. Қазір көп адамдар YouTube-тан кіреді, енді бастап атады. Озонмен, Вайберспен, Каспимен. Сол адамдарға қандай совет бересің? Жоптың бар дегендей. Бірінші очередь кіргенде ең басында әртүрлі нишалардан көрсетейін. Әртүрлі нишаға кіріп па? Өзін тапқанша, қай зат жақсы өтеді екен, қандай заттан маржа көп, сатып, жаңағы примерно түсініп алу үшін. Анализ жасап алу, иә? Қалай болатындарын барлығын түсініп. Өзінде айналысып отқан қанша болды? Негізі? Құдай қаласа 1 жыл болып қалды. 1 жыл, иә? Так, базарды былай қараймын да негізше. Почти пустой ғой. Адамдар базарға келуді қоя бастады, потому что телефон арқылы товардың барлығын сатып ала салу ыңғайлы. Күн ыстық, пробка жоқ, барлығын үйде отырып жасай береді да. Сол себепті онлайн сауданың заманы уже кіріп қойған. Уже осыған көшуіміз керек барлығымыз. Біз қазір Жасаралдың өзінің нишасына келдік. Негізі ассортимент бар ғой, слишком көп қой, мұның барлығы үй керек товарлар ғой. Өтшік болсын, блендер болсын, барлығына сұраныс бар да. Просто подходтау керек, әр товарға әртүрлі заттар керек. Упаковкасын жақсы жасау керек, кейбіреу бағасына қарап алады, кейбіреу суретіне қарап алады деген сияқты. Барлық пландарды орындасақ, любой товар өтеді, гарантия беремін оған. Жаңа видеоның басында айтқан болатын, Жасик өзінің нишамды көрсетем деп. Қай товар? Жасик? Менде измельчитель. Мынау хит болған товарлардың бірі ғой негізі, мұны Вайберста да сұмдық өткен. Өзінің бағасы? Өзінің бағасы қазір келісіп, примерно 2800-3000 арасында болады. 2700-ге береді шығар енді, көп алып жүрміз, саптайық біз дегендей. Сатуға 3-ші рет жіберіп жатырмын осына. Сақсы кетеді. Сатып жатқан баға бізде рубльмен ғой. Рубльмен айтсақ та примерно 1900-ге жақын. 1900 рубльде сатылады. Қазір, кстати, рубль көтеріліп жатыр, 1900 көбейту 5-2. Сатып жатсын 9800-ге, почти 2 есе пайда ма? Комиссиясы логистикада алып тастаған кезде. Реклама қосамыз, барын алып тастасақ. Өзінің бағасы 3000 ғой. Бірге бір қалғасқа керек. Тема ниша ғой, тема. Біз аламыз қанша штук? Алдымен 300 штук жібердім. Осы жолы? Бұл жолы ақсаттың толтыруға 150 жібереміз ғой. Тема ғой, тема. Бір күні бұл әлем кетеді ғайып бол, әрбір сөзге айып бол, дайын бол. Мінекей осындай вайп бол, уақыт өтті. Видеоның басына біз сұмдық затты айтуды ұмытып кетіппіз ғой. ФБО деген вообще не деген көп адамдар білмеуі мүмкін. Соны бір кішігірім түсіндіріп кетейік. ФБО деген не ол жалпы? ФБО бұл біз осы 1-2 күнімізді арнап, полный товарымызды орап Москвадағы немесе Россияның кез келген бір қаласында складына жібереміз. Озонның сол жерден бізге заказ түсіп жатса, сол складта жұмыс жасайтын Озонның өзінің жұмысшылары біздің заказын жеткізіп беретін болады. Апарып беріп отырады, иә? Ол негізі біздің уақытымызды экономдайды ғой.
біз мысалы бұдан дополнительно басқа жұмыстармен айналыса берсек болады да, яғни өзінің басқа кәсібі болуы мүмкін, басқа жұмысы болуы мүмкін, или оқу болуы мүмкін, студент балалар да айналыса алады деген мағынада. Или же кейбір адамдар Каспиға кіруге ұмтылады. Каспида бұндай ФБО деген система жоқ. ФБО деген бізге свобода береді былайша айтқан кезде. Басында айтуды ұмытып кеттік. Енді біз қазір ақшасын төлеп, товарға заказ беріп кеттік, жарты сағатта дайын болады, жарты сағаттан кейін біз уже упаковка процесін бастайтын боламыз. Біздің екінші нишамыз жасырал, ол мынау зонтик қой. Бұл қазір хит күн деген сұмдық ыстық. Даже қарасаңыздар, басқа кісілер де алып жатыр. Біз қазір осыны, мен өзім товар алып жүрген ботик қой. Бұл жерге заказ беріп қоямыз. И попозже келеміз, алып кете саламыз. Енді осыны жасыралдың аккаунтына тест жасап береміз ғой, башыттың кезде. Тоже 53-тік жіберейік. 53 қатты көп емес. Бағасы 800 теңге. Кстати, осы жайлы мен Инстаграмда рилс салған болатын. Қаншадан алып, қаншаға сатып жатырмын, қанша маржа болады. Еще плюс бұның жанында екі нишаны мен өзім Инстаграмда бесплатно айтқан болатын. Нешті кіріп көрсеңіздер болады. Көңілге керемет тамаша тіршілік жаймен жай. Көңілге керек етпейді жайға жай. Көңілге керемет. Достар, біздің уже товарларымыз келді. Мынау жаңа өзім таңдап берген ниша деген. Бұл бізде автомобильный зонт. Количестволарын барлығын түгелдеп алдық. Одан бөлек мерде полный жаңағы изменчительдер келді ғой. 20-дан 8 коробка 160 штук, 150 емес 160 штук жіберіп жатырмық. Достар, біз уже товарларымызды полностью тексеріп күтіп алдық. Барлығы идеально жасырал. Главный сұрақ: неге ФБО-мен айналысып жатсың? Неге Озонда ФБО? Так, бізде енді кіргенде ФБС-пен айналысып бастадық қой. Полный ФБС-пен жұмыс жасап, ФБО-ға өтіп, қалай болады, қалай тұрады, барлығын түсініп алып. И қазір бізде ФБО, себебі жаңа дополнительный жұмыс бар менде. Ол жақта график алтта бір графикпен ФБО-мен жұмыс істегенде ешқандай кедергі болмайды. Получается, екі жұмыс, екі стабильный доход бар, Мынаяқтан да, мынаяқтан да. Плюс еще плюс мұн жақтан сен студент емессің ба? Плюс студентпін. Ол қазір жазғы, жаз кезінде подработка ретінде жұмыс жасап жүр да. Негізі ол студент. Бұрын студент кезде после сабақтан кейін келіп жүреді. Если студент жұмыс жоқ болса, ФБС болады. Сабақтан кейін базарға келіп, товарды орап жіберіп жүріп, максимум 2 сағат кетеді. Мына, короче, ФБО деген самый идеальный вариант қой, по идее. Маяқтан да барлығына үлгеруге болады. ФБО-мен сіз мысалы товарыңыз жібересіз 2 күн уақытқа. 2 күн уақыт жұмсап, бірінші күн закуп жасап, орап, екінші күн отправкасын істеп. Он тоже видеоны енді жаймен аяқтай басайық, өйткені 2 частьқа бөлмесек, ұзақ болып баратыр да. Бүгін товарды сатып алдық, поставщикпен келістік, товар таңдадық. Келесі частьта біз уже ФБО процесін көрсеміз, полный қалай жібереміз, упаковка, документтер и қай жаққа барып өткізу керек. Каналға тіркеліп кетіңіздер, жақсы комментарий жазыңыздар, Инстаграмға тіркеліңіздер, ол жақта да көп пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған мен Жұмабек Мақсат және Жасырал. Жақсы. Алатау бөктері етегіңді шыршалар биікте көріктеді қалмауға жетпей деген шумақтары ешқашан миымнан кетпей.